Сәлеметсіңдер ме, балалар? Екінші сынып қазақ тілі. Бірінші бөлім. 9-шы сабақ. Сабақтың тақырыбы и, қысқа и әріптерінің жазылуы. Бірінші жаттығу, 34-ші жаттығу. Жұмбақты оқып, шешуін тап. Әжеме өң берген, жиегін көмкерген, етегі желкендей, киімі еді, ол неден? Балалар, ол не? Қалай ойлайсыңдар? Жұмбақтың шешуін табыңдар. И, қысқа и дыбыстарын салыстырып, олардың айырмашылығын айт. 35-ші жаттығу. Жаңылтпашты жатқа жаз. И, қысқа и әріптері бар сөздердің астын сыз. Бейсенде бар сеңсең тон. Сейсенде бар сеңсең тон. Кигендері өңшең тон. Балалар, бұл жерде бейсенде деген и әріпі бар сөз. Дұрыс па? Бұл жерде и дауысты ма, дауыссыз ба? Қане? Анықтап көрейік. Келесі, 36-шы жаттығу. Айжанның әшекей бұйымдар салатын қобдишасына идан басталатын сөздер түсіп кетіпті. Солардың табуына көмектесейік. Мысалы, ит, ине, ары қарай өзің жалғастырып көр. 37-ші жаттығу. И, қысқа и әріптері бар сөздерді қатыстырып, жадаяттан шығып көр. Димаш дене шынықтыру сабағына киетін аяқ киімін жоғалтып алды. Оған менің аяқ киімім жоғалды. Ол өте қымбат тұрады. Табуға көмектесіңдерші деген мазмұнда хабарландыру жазды. Осы хабарландыру арқылы ол аяқ киімін таба ала ма? Таба алмаса, сен хабарландыруды қалай жазар едің? Қане, ойланып көрейік. Қалай жадаяттан шығуға болады? Ойланып, өз ойыңмен бөліс. Балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.